Бізді құртатын нәрсе, жігіттер, бұл сенімсіздік. Одан кейін артқа тарту. Байқайсыздар ма? Мысал үшін мынандай. Сахабаларға ұқсауымыз керек біз. Біз пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға ұқсауымыз керек. Болмасаң да ұқсап бақ демей ме қазақ? Сөйтеміз де біз енді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өмірбаянын, сахабалардың өмірбаянын кішкене тыңдап келеміз де, жоқ, ондай болу қайдан деп біз артқа тартамыз. Жігіттер, ал ислам не дейді? Егер кімде-кім шахид болып өлуді сұраса Алла Тағаладан шын ниетімен, Алла Тағала ол адамды төсекте жатып өлсе де шахид қылып алады дейді. Егер шынымен Алладан сұрасаңыз. Біз оларға ұқсай аламыз. Әлбетте, амалымызбен емес. Амалымызбен олардың жасаған жасай алмауымыз мүмкін. Бірақ ниетімізбен солар сияқты болуға ниеттенесіз. Иншалла ұқсауға болады. Қараңызшы, сіз айтасыз, олар қайда, біз қайда? Ал пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам не дейді? Ертең қияметте пайғамбарлар, шахидтер қызығып қарайтын адам болады дейді. Ол кім десе, Алла разылығы үшін дос болған адамдар. Қараңыз, ол бізден де шығуы мүмкін. Оған пайғамбарлар, тіпті шахидтер қызығып қарайтын адам. Ал біз айтамыз, бізге ондай болу қайдан? Жігіттер, болады ондай болуға. Тек қана ниетіңізді жаңартыңыз. Алла үшін деген нәрсені қойыңыз өзіңізге. Болды. Енді қараңыз, сахабаларға ұқсаудың жолы қандай екенін айта кетейін. Олар мен біздің айырмашылығымызды. Олар Алланың бұйырғын бірден орындайтын. Және олар тозаққа түспейміз бе екен деп қорқатын. Біз Алланың бұйрығын кешіктіреміз. Ертең, ар күні, 60-тан кейін, бірақ жәннатқа кіретін шығармын деп үміттенеміз. Осы айырмашылығымыз. Олар Алланың қайтарғанынан бірден қайтатын. Және осы күнге дейін жасаған күнәларымыз үшін тозаққа түсіп кетпес пе екенбіз деп қорқатын болған. Ал біз Алланың қайтарғанынан ертең қайтамын, ар күні қайтамын. Бірақ жәннатқа кіретін шығармыз деп үміттенеміз. Біздің олармен айырмашылығымыз осы болған. Олардың қорқыныштары басым еді. Біздің үміт басымдау. Екеуміздің айырмашылығымыз осы. Сахабалар мен қазіргі біздің заманымыздағы адамдардың айырмашылығы осы. Сол үшін ағайындар, оларға ұқсаудың жолы осы. Алланың қайтарған бұйрығын естіңіз ба? Қайтыңыз болды. Алланың бұйырғын естіңіз ба? Орындауға әрекет жасаңыз ертерек. Болды. Сахабалар дәл осыны жасаған. Олар да ет пен сүйектен жаралған. Олардың айырмашылығы осы. Сами'на ва ато'на дейді ғой Алла Тағала Құранда. Олар естік деп бойұсындық деп айтатын болған. Дәл осыны жасаңыз. Иншалла қияметте солармен бірге болып қаласыз.